Қоғамның табиғатқа деген ішкі мәдениеті қазір қандай деңгейде? Бұлай бірден айта алмаймыз қандай деңгейде екенін. Проценттік пайызбен ондай саналмаған шығар. Экологиялық мәдениет қалыптасқан ба біздің ел тұрғындарында? Жетерлі жобалар, жұмыстар жасалады, акция, сенбіліктер, ағаш отырғызулар. Пластиктан бас тартып жатыр. Керемет табиғатқа шығасың да, бірақ онда жатқан бір қоқыстарды байқайсың. Әлем елдері арасында экологиялық тиімділіктен 92-ші орында тұр екенбіз. Бірқатар заңнамалық өзгерістер жасап жатырмыз. Қоқысты сұрыптау және басқа заттар таңертең тұрып жуынғандай сияқты бізде рефлекс сияқты қабылдану керек. Жыл сайын жасалып отырады, оны бір реттік емес екенін ескергеннен соң. Де маңызы үлкен қалалардың ауасы өте қатты ластанып кетті. Қайырлы күн, қадірлі ағайын, құрметті көрермендер, экранның алдына жайғасып, жақсы көңіл күймен отырған әрқайсыңызға сәлем. Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб YouTube арнасындасыздар. Бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Таза ауа, таза орта, таза қоғам. Барлығы ең алдымен адамның ішкі мәдениетінен, сана тазалығынан басталады. Сондықтан бүгін ел экологиясы, табиғатқа деген жауапкершілік және мінез тазалығы туралы өрелі әңгіме қозғамақпыз. Ал енді бүгінгі подкастымыздың құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің экологиялық мәдениет және саясат департаментінің директоры Есмағамбетов Дәулет Бекбатырұлы, Астана қаласының Жасыл ел жобасы жетекшісінің орынбасары Асылбек Абдурашитов және Аяжан Кубаева. Елордамыздағы нөмірі 45-ші орта мектебінің белсенді оқушысы, экоактивист десек те болады. Олай болса, енді бүгінгі подкастымызды бастайық. Ең алғашқы сұрағым, енді біздің табиғатқа деген қарым-қатынасымыз өзімізге деген құрмет деңгейін көрсетеді деп бәріміз айтып жатамыз. Айтыңыздаршы, енді сіздердің ойларыңызша қазақстандық қоғамның табиғатқа деген ішкі мәдениеті қазір қандай деңгейде? Сізден бастайық. Бұлай бірден айта алмаймыз қандай деңгейде екенін. Проценттік пайызбен ондай саналмаған шығар. Бірақ өзімнің ішкі сезімім бойынша орташа деңгей деп ойлаймын. Өйткені кейбір адамдар кәдімгідей табиғатқа шыққанда, демалғанда бүкіл өзінің қоқыстарын жинап кетеді. Ал кейбіреулері келеді да, мен өзімнің тәжірибем кей кезде балық аулауға шыққанда бір керемет табиғатқа шығасың да, бірақ онда жатқан бір қоқыстарды байқайсың. Көптеген арбуз, неше түрлі пластик бөтелкелер жатады. Сол бөтелкелердің көріп енді біздің халқымыздың кейбір енді адамдардың мәдениетіне көз жеткізесің. Сол кезде бәрін сол балаларымыз бәрі нетіп жинаймыз соны. Жалпы енді сондай кішкене не пайда болады да? Орташа деп баға бересіз, баға береді. Асылбек мырза, енді өзіңіз баға беріп жүрсеңіз, қазақстандықтардың жалпы осы экологиялық мәдениет қалыптасқан ба біздің ел тұрғындарында, әлде ол нашар деңгейде қалып отыр ма? Енді оның барлығын жаңағыдай дұрыс айтасыз, салыстырмалы түрде қарауға болады. Біздің ойымызша Қазақстанның мәдениеті жастардың арасында болашақта жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені біздің жасап жатқан жастарымыз қазір осы Таза Қазақстан, Жасыл ел жобасы бойынша жасап жатқан біздің жобаларымыз, ұйымдастырып жатқан шараларымыз, жастардың белсенділігі, жастардың ерте уақыттан бастап осы мәдениетке, сана сезіміне сіңдіру. Одан басқа бізде қазір білесіздер, әлеуметтік желілер бар. Әлеуметтік желілерінде рөлі ерекше үлкен. Біз атап айтуға болады, Орта Азияда мемлекеттердің ішінде біз көш бастап тұрмыз деп. Себебі бізде жаңағыдай Жасыл ел жобасы бойынша Таза Қазақстан акциясы аясында жетерлі жобалар, жұмыстар жасалады, акция, сенбіліктер, ағаш отырғызулар. Соның барлығын біз жаңа әлеуметтік желілерге саламыз. Түрлі жаңағыдай әлеуметтік желілердегі қазіргі жаңа шығып жатқан әртүрлі белсенді видеолар түсіріледі. Соның артында бізге көптеген көрші мемлекеттердің біздің әлеуметтік желіде аккаунттарға келеді. Бұл жобалар қай жерде жасалып жатыр, қалай қатысуға болады деген бізде көптеген жаңа айтқанда осы Орта Азия мемлекеттерінен жазып жатады. Жаңағы көбінесе орыс тілділер жазады. Қалай қатысуға болады, оның жаңағыдай атап айтатын болсақ, яғни оның жарқын бір дәлелі
бұл мемлекетімізде жасалып жатқан жобаның орны ерекше, сұраныс бар. Ол жаңа айтқандай біздің мемлекеттен емес, көрші мемлекеттерде де осындай байқалады біздің жобаға деген қызығушылық. Яғни экологиялық мәдениетке деген тартылыс бар, бірақ еліміздің халқының экологиялық санасының деңгейі қандай екен ойыңызша? Менің ойымша жаңағыдай орта дегенге келісемін. Орта деңгейде, өйткені қазіргі уақытта бізде мысалы үшін қоршаған ортаға демалуға шығуға адамдардың, яғни қалаға деген урбанизация көп, содан кейін қаланың адамдары шетке шығуға демалады, қала төңірегінде. Соған байланысты қазір қарап отырсаңыздар, біраз өткен алдыңғы уақыттарда мысалы үшін адамдар демалысқа шығады, бірақ қазіргі уақытта қала тұрғындары көп, соған жараса енді біздің қаламызда мысалы үшін қоршаған ортаға шыққан кезде көптеген мысалы үшін жаңа айтқан кезде көптеген пластиктар, қағаз ыдыстарды қолданады. Қарапайым тілмен айтқанда сусындардың өзі неше түрлі қағаз, пластиктарда шығарады. Одан бөлек яғни пицца немесе жаңағыдай тауық ет өнімдерінде алатын кезде көптеген баяғыда қарағанда қазір қоқыстар көп шығарылады. Себебі олардың қағаздары да жұмылдырылады, пластик ыдыстарды алып шығады. Соған жараса енді салыстырмалы түрде көп сондай қалдықтарды қалдырып кететін адамдар бұл жерде бар. кішкене бір цифрларды қоссам деп едім. Әрине. Бір жағынан жаңағы біз айтып жатқанымыз бір жағы бар. Енді екінші жақ былай цифрларға келетін болсақ, бізде осы жылы 6,4 миллион кісі акцияларымызға қатысқан. Оның ішінде 700 мыңы біздің еріктілер, волонтерлер, солар қатысып жатыр. Енді бұны қарағанда енді қазіргі кезде адамдардың көбі кішкене сол экологиялық сана сезімін көрсетіп, сондай акцияларға тартылып жатқанын көруге болады. Сол да бір жақсы айтатын жайт. Сол 6 миллион адамдардың ішінде біздің Аяжанда бар болу керек. Себебі Аяжан өз мектебінің өте белсенді оқушысы. Енді Аяжан, өзіңіз айтсаңыз, жалпы экологиялық тәрбие, экологиялық мәдениет деңгейі қазір ойыңызша елімізде қандай деңгейде? Менің ойымша бізде экологиялық мәдениет жоғары деңгейде деп қазір айта алмаймын, бірақ төмен деңгей деп айтуға да болмайды. Себебі біздің мәдениет енді ғана қалыптасып келе жатыр. Біздің елбасымыз да жарлық жариялаған болатын. Соның арқасында қазір көптеген өсіп келе жатқан балалар және үлкен кісілер де осы экологияның маңыздылығын енді түсініп келе жатыр. Себебі бұрын бұл мәселеге біз қатты тоқталмадық. Бірақ та қазіргі уақытта көптеген адамдардың ойы өзгере бастады. Көбінесе қоқыстың қандай зиянды екенін түсінді. Пластиктан бас тартып жатыр. Осыған қарап отырсақ, біздің еліміздегі мәдениет деңгейі өсіп келе жатыр, және болашақта ол бізде жоғарғы деңгейде болады деп ойлаймын. Бізде, конечно, үміттенеміз ондайға. Жалпы осындай рейтингтік агенттіктер бар екен, finprom.kz, IQ-Air рейтингтік сайттар әлем елдері арасында Қазақстан экологиясының тиімділігін 178 елдің ішінде 92-ші орынды беріп отыр екен. Яғни рейтингтік агенттіктің мәліметі бойынша біз әлем елдері арасында экологиялық тиімділіктен 92-ші орында тұр екенбіз. Айтыңыздаршы, бұл енді жақсы көрсеткіш пе, әлде нашар көрсеткіш пе? Ол енді орташа көрсеткіш болып тұр. Енді 170-тің арасында болып жатса, 90 деген ол орташа көрсеткіш. Бірақ біз бұл көрсеткішті көтеруге бағытталған бірқатар заңнамалық өзгерістер жасап жатырмыз. Бұл заңнама тәжірибе түрінде жұмыс істейтіндей атсалып жатырмыз. Мысалы, орысша НДТ дейді, наилучшие доступные техники. Сол НДТ-ларды біздің үлкен топ 50-ге кіретін үлкен өнеркәсіптер бар. Соларға сол НДТ-ны енгізу бойынша заңнамаға кәдімгідей жасалған не бар? Талап. Егер де үлкен өнеркәсіп оны енгізіп жатса, енгізсе, онда оның жыл сайын төлейтін экологиялық эмиссияларға қатысты төлемдері нөлге тең болады. Шамамен 4 жылда, бірінші 4 жылда енгізбесе, онда ол 2 есе көтеріледі. Тағы 4 жылда естімесе, тағы да 2 есе өшеді. Сонымен
ол 8 есеге өсуі мүмкін. Айтыңыздаршы, енді осы экологиялық тиімділіктен біздің еліміз көшбасшы болу үшін қандай игі бастамалар жасалып жатыр? Осыдан бөлек, иә? Бір шаралар жүргізіліп жатыр ма? Экология министрлігі не істеп жатыр жалпы? Ең басты осы инструмент болып тұр ғой, өйткені тек заңмен талап еткенде ол негізі көп әсер береді. Енді онымен қатар міне таза Қазақстан деген біздің концепциямыз бар, өйткені ол жаңағы немізді қоршаған ортамызды ластайтын тек қана өнеркәсіп емес, кәдімгі біздің халықта ондай көп үлес болмаса да, бірақ үлес қосып жатыр. Сонымен қатар жаңағы суды қолдану мәселелері бар. Жаңағы біреулер ыдысты жуғанда ғана ашады да жуады, мысалы біреуі аша салады да, ол былай бір сағаттың ішінде асықпай жуы мүмкін. Мысалы, ол да тоже бүкіл біздің қазір су мәселесіне қатысты, проблемаларға қатысты тоже әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан таза Қазақстан ол алдымен жаңағы адамның сана сезіміне жаңағы әсер етумен байланысты болып жатыр. Өйткені жаңағы сол адамдар ертең өсіп жатқан жасөспірімдер қазір ертең ол сол өнеркәсіптерге мүмкін жұмыс жасауға болады. Біздің жаңағы мемлекеттік қызметке келіп жұмыс жасау мүмкін. Сондықтан олардың сана сезімін өзгерсе, ертеңгі біздің болашағымызды өзгертуге болады. Жалпы енді 2024 жылдың 8 сәуірінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде бір реттік емес, тұрақты түрде жалғасын табатын таза Қазақстан экологиялық бастамасын жариялаған болатын. Сол көктемде бүкіл ел бойынша сенбіліктер, абаттандыру жұмыстары, ағаш егу және тазалыққа бағытталған көптеген шаралар жаппай басталып кетті. Айтыңыздаршы, енді бұған дейін бұндай ауқымды акция елімізде мүлде болып көрмеген. Осы орайда президенттің осындай бастаманы көтеруіне қандай себептер әсер етті деп ойлайсыздар? Аяжан ханым, өзіңізден бастасақ, сіз жалпы бұндай экологиялық акцияны мемлекет басшымыз хабарлаған кезде не ойладыңыз? Ең басында бұл әрине бізге қалыпты жағдай емес болды, себебі бұндай үлкен ауқымды жобалар бізде болмаған елімізде. Бірақ осыған қарай отыра біз түсіндік, бұл мәселе қандай бізге өте қатты маңызды екенін. Сол кезден бастап барлық мектептер, аудандар барлығы жұмысын бастады. Және елбасымыз айтқандай, бұл бір күндік ұран емес бізде. Сол себепті бұл зат бізде тұрмысымызға кіріп кету керек. Мысалы, қоқысты сұрыптау және басқа заттар таңертең тұрып жуынғандай сияқты бізде рефлекс сияқты қабылдану керек. Дұрыс айтасыз. Сөйтіп, негізгі мәселе неліктен қабылданды деп ойлаймын, себебі бір мысал көрсетсем, ол Алматы қаласының ауасы. Және осы бізде маңызы үлкен қалалардың ауасы өте қатты ластанып кетті. Ол бұрыннан бері бар, бірақ оған біз қатты көңіл бөлмедік. Бірақ тұрғындардың шағымдары көбейіп кетті ауа жайында. Сол себепті елбасымыз экологияға көп көңіл бөлді деп ойлаймын. Сол Алматы үшін айтты деп тек қана Алматы емес, Астана, Шымкент, Алматы, тағы да басқа қалалар, біздің ертіс, басқа да маңызды жерлерімізге қарасақ, экологиялық жағдайымыз қандай мүшкіл екенін көрдік. Содан бастап, менің ойымша, соған қарай осындай шешім қабылданды деп ойлаймын. Асылбек мырза, енді өзіңіз жалпы жастар тарапынан өзіңіздің ойыңызды білдіріп жіберсеңіз, бұндай бастаманы бастау үшін не түрткі болды деп ойлайсыз? Жалпы мемлекет басшысы бір емес бірнеше рет жиі, тіпті ай сайын айтып келеді, осы таза Қазақстан деп. Бұл бастаманы бастауға не себеп болды деп ойлайсыз? Менің ойымша енді қазір мәдениеттік сана сезімді қалыптастыру бұл біздің елімізде де ғана емес, мысалы үшін қазір көретініміз ақпараттық орталарда да, бүкіл әлемдік жерде де өте үлкен талқыға түсетін осы экология мәселесі. Оны яғни дұрыс шешімдердің бірі қабылданды деп ойлаймын. Өйткені бүкіл әлемде осы маңызды себептердің бірі қолданылады. Ол өйткені жылдан жылға мысалы үшін оны талқылау, қорытындылау өсіп келе жатыр. Себебі біздің әлем, біздің қоршаған ортаға
өзіміз көңіл бөлмесек одан артық бізге ешкім басқа жерден келіп көмектеспейтінін білеміз. Соған себепті жастарға да мысалға жастарға да серпін беру, ол жаңағыдай үлкен азаматтардың үлкен үлгі болатын адамдар керек болған себепті деп ойлаймын. Сол үшін президентіміз осылай жаңа жастарға да жаңа одан бөлек мемлекеттік мекемелерге де мемлекеттік емес ұйымдарға да әртүрлі қоғамға жұмыс жасайтын бүкіл адамдарға мекемелерге де серпін болды. Яғни мысалы үшін мемлекет басшысы жаңа президентіміз жаңағыдай жас ол жаңа осы таза Қазақстан яғни табиғатты қорғау бойынша әрбір өз сөзінде айтып отырса, яғни әрбір адамға әрбір азаматқа ескерту, оны елбасымыз жаңағыдай президент жасап отырғанса, басқалар не үшін жасамасқа, яғни жақсы серпін береді. Өйткені әрбір жастарға да ол үлгі, сосын одан кейін сұраныс бар, яғни қоғамда, яғни білеміз қазір жастар бір орында емес, олардың талқылаулары бір жерде осындай отырып айтпайды. Жаңағыдай қазір мысалы үшін сізде подкаст түсіріп жатырсыз, бұл яғни қоршаған ортаға өнім беруді, мысалы сіздердің біз осылай айтамыз, әлеуметтік желілерге шығады, ол көпшіліктің назарын тудырады, белсенді болатын жастар жаңа әлеуметтік желілерді отырады, жаңағыдай кез келген платформаларды қарайды, сосын көптеген талқыға түскеннен кейін бұл жаңа мемлекеттік органдар осыны қарайды, нелер талқыланып жатыр. Сол үшін бұл аса маңызды рөлге ие болды. Яғни идеология қалыптасады дейсіз ғой. Идеология қалыптасады, яғни жаңағыдай сәуір айынан қазанға дейінгі жасаудың өзі өте үлкен, яғни 24 жылдан негізі 19 жылдан алған бастама жыл сайын жасалып отырады. Оны бір реттік емес екенін ескергеннен соң кез келген мекемеде немесе үлкен кісілер, жастар да осын ескеріп отырады. Бір реттік емес, яғни алдағы уақытта бұл шара қайталатын деген сенім бар. Яғни мысалы үшін сіз жаңағыдай бір реттік сенбілікке қолданған немесе біз қолғабыңыз, перчаткаңыз немесе бір қапшығыңыз болса, сіз оны артылып қалғанын келесі субботникке, келесі сенбілікке сіз дайындап қоясыз. Мысалы үшін бір реттік жасалса, ол сіз ойлайсыз, бір рет жасалды, қолғап ешкімге керек болмайтын шығар, сіз бір рет қойып қоясыз. Ал сіз білесіз, келесіде яғни бұл қайталанатын жалғасы бар да. Сіз мысалы үшін қабыңыз, жаңағыдай құрал жабдығыңыз болса да, келесіне дайындап қоясыз. Бұл жаңағыдай сіз жас болсаңыз да, үлкен болсаңыз да көресіз. Әр сенбілікте қайталанады. Қалаларда да қазір үлкен өзгерістер болып жатыр. Жаңағыдай сіз дұрыс айттыңыз, бұл мемлекеттік мекемелерді деген сияқты біз көрдік. Жібек жолы арнасында қазір уақытта таза қала деген таза қала бағдарлама шығарылған. Сол жерде де жаңағыдай біз бағдарламаларға барып, өз бағаларымызды беріп отырдық. Жаңағыдай ол жерде бүкіл Қазақстан бойынша мемлекеттік емес жаңағыдай мекемелер бар ғой, үлкен заводтарға да арнайы осы экологияға байланысты заңнамалар енгізілген. Олар өздеріне жаңағыдай ағаш отырғызу, сол тұрып жатқан елді мекендерді абаттандыру, жаңағыдай біз де білеміз, рудный қалалар, алюминий шығаратын заводтардың көпшілігінде қарадық, осындай жағдайлар жасалып жатыр. Олардың бірі жасалуы бөлек, осындай телеарналарға шығарылудың өзі бір жаңа не деп айтады? Идея, сұраныстар алып келеді, оны барлығы көреді. Мынау мекеме жасап жатыр екен. Соған жараса, басқа мекемелерді көреді. Мемлекет көргеннен жаңағыдай мемлекеттік мекеме көргеннен кейін оларда дағы басқа мемлекеттік емес көреді. Сұраныс болады, оларға да ойлайды, бізге де осындай уақыт келеді. Сол үшін біз ол сұраныс жаңағыдай бұлар жасау керек деген кезде келмей тұрып, әркім өзінің идеясы келеді. Яғни кез келген жаңағы мекемелердің пиар менеджерлері бар, SEO менеджерлері, олар әрине ұсыныс тастайды да, осыны мемлекеттен жаңағыдай нұсқаулық келмей жатып, біз де осылай бақса кетейік. Жаңағыдай бір нәрсе ғой, жаңағыдай трендовый жасалады, и бүкіл поток соған жасалып кетеді. Ол дұрыс шешімдер деп ойлаймын. Елімізде уже тренд кетті деп өз басым баға берем. Енді Дәулет мырза, айтыңызшы, енді сіздер осы Таза Қазақстан экологиялық акциясының құрастырушы, яғни концепциясын жазған ресми органсыздар. Бірден бір осы Таза Қазақстан экологиялық акциясын ойлап тапқан, президентке дейін жеткізген, президент бұл бастаманы яғни экология министрлігімен бірлесіп жасаған шығарсыздар, Жалпы енді алғашында концепция қандай болды? Бәлкім атауы басқа болды ма? Алғашында бұл инициативамен басталған жайт. Менің ойымша бұл жерде бұл инициатива, бұл бастама тек қана ол экологиядан басталды енді. Қазір концепция болып жатыр үлкен, өйткені ол 24 жылдың бір соңына қарай қабылданған концепция. Сол концепцияның аясында өткізілген бүкіл біздің акцияларымыз сол концепцияға қатысты өткізіліп жатыр, аясында өткізіліп жатыр. Енді
менің ойымша президенттің жаңағы бұл бастаманың бастау себебі, оның мақсаты тек қана экология ғана емес, бүкіл жаңағы адамдардың жалпы мәдениетін көтеру. Экологиядан бастап жалпы мәдениетін көтеру деп ойлаймын. Өйткені бір мысалы сен өзің жаңағы ағаш егіп оған өмір беріп оны суарып жүрген адам болсаң, ертең сіз сол басқа адамды, мысалы мына ағашқа берген өмірді ана басқа адамның өмірін алмайсыз, мысалы басқа қылмыс жасамайсыз, мысалы ондай ойда келмейді сізге. Мысалы жалпы осы экологиядан бастап мәдениет көтерілсе, жалпы мәдениет көтеріледі деп ойлаймын. Жалпы енді 2 жылдай болып қалды, бір 2 жылға жуықтап қалды осы экологиялық акцияның ұйымдастырылып отырғанына. Енді көптеген шенеуніктер, көптеген министрлер өз жеке саябақтарға шығып, мектеп аулаларына шығып, мектеп директорлар бар, балалар бар, барлығы сол экологиялық акцияға қатысып, ағаш отырғызып, артынша әдемілеп сторис түсіреді, фотосын салады, бейнеролигін салады, жақсылап экологиямызды сақтайық деген ұрандаған жалынды сөздер жазады. Енді айтыңыздаршы, министрлер мен әкімдердің тікелей сол жерлерге барып, ағаш отырғызып, сөйтіп фото, видео түсіріп кеткені ол құптарлық нәрсе ме, әлде бір саяси пиардың бір инструменті ма? Қалай ойлайсыз? Алдымен әріптестерім жауап берсін, сосын кейін айтамын. Қызық сұрақ. Мүмкін жеке ойымызды айтып сұрап жатырсыз да. Менің ойымша себебі дұрыс. Әлеуметтік желі ол қазіргі уақытта, ол да бір жаңағыдай айтқан кезде қалай айтады, сұрайтын адамда ол да бір қоғамның бір түрі. Әлеуметтік желі, мысалы үшін сіз өз кабинетіңізде жұмыс жасау мүмкінсіз да, неше түрлі, бірақ сіз жаңағыдай қоғамға көрсетпесеңіз, ол байқалмайды кейбір кездер. Сол үшін жаңағыдай жасалып жатқан жұмыстарды ортаға көрсету үшін ол менің ойымша дұрыс деп айтайын. Мысалы үшін оны кейбір жаңағыдай басшыларға ол бір реттік болуы мүмкін. Оны көріп, жаңағыдай ойын түзейтін адамдар да болады да. Ол кезде әртүрлі. Мысалы үшін кейбір басшылар өздері үшін жасайды, кейбір басшылар жаңағы әлеуметтік үшін. Бірақ соны көрген жастардың арасында ой түзейтін қылатындар. Мынау кісілер, мыналар белсенділер жасап жатыр ғой, жарайды, не үшін жасамасқа. Сондай да менің ойым солай. Өзіңіз қандай адамдармен сондай сенбіліктерге шығып көрдіңіз? Біз жаңағыдай қаламыздағы осы басқарма басшыларымен, одан бөлек жаңағыдай қаламызда жұмыс істейтін үлкен мекемелердің басшыларымен аясында жалпы сенбіліктер, ағаш отырғызулар жасап отырамыз. Одан бөлек қазіргі уақытта ол кісілердің өздерінің ұсынымдары түседі. Біз биылғы жазғы маусымда айтарлықтай Астана қаласында Астана Инвест деген мекемесі бар. Олар яғни біздің Астана қаласындағы индустриальный зонаға қарайды. Сол жерде біз металл шығаратын заводтармен, жаңағыдай әскери машина шығаратын завод, бірнеше, ең кемінде 5 мекемемен сол жерде жаңағыдай сенбіліктер аясында тазарту жұмыстарын жасап өттік. Ол жаңағыдай өте үлкен өзгерістердің бірі. Себебі біз жаңағы Жасыл ел жобасында Астана қаласында ең негізгі мәселенің бірі 14 жастан бастап осы жұмысқа шақырылады. Яғни ол негізі сенбілік жасайсың, одан бөлек акцияларға шығудың өзі. Яғни бізде қаржыландырады да. Астана қаласы бойынша 5200 адамды жастарды қамтамасыз етсек, ол 14 жастан бастап Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жасалады. Ондай ешқандай мекеме жоқ. 14 жастан бастап осы жастарды тазалыққа, жаңағы экомәдениет, экосанаға үйрету, одан бөлек үлкен жерлерге шығару ең үлкен көрсеткіштердің бірі болып саналады. Енді Аяжан ханым, бағанағы сұраққа қайта оралайық. Кей шенеуніктер, кей блогерлер дейік, жұлдыздар әлеуметтік желілерде кәдімгі жар салып, ұрандатып, мен ағаш отырғыздым, мен бүгін қаланы жинадым деген түрлі стористер түсіреді, посттар жазады. Жалпы бұл құптарлық нәрсе ме, әлде керек емес пиар ма? Менің ойымша, бұндай зат ешқашан тоқталмайды. Кей адам бұны өзі үшін жасаса, кей адам өзінің тек қана атын көтеру үшін, елдің алдында жақсы болу үшін жасайды. Бұл зат әрине адамның пейіліне қарайды. Мысалы, егер де
көптеген шенеуніктер өздері шығып сенбіліктерге қатысса, экоакцияларға қатысса, бұл әрине біз үшін үлкен тұлғалардан бізге деген мотивация десек те болады. Осы кісілерге қарап, біз де бұл заттың дұрыс екенін, не жасау керек екенін түсінеміз. Бірақ кейбір уақыттарда мен байқаймын, адамдар тек қана суретке түсіріп, оны Инстаграм, ТикТокқа салып, өзін жақсы көрсеткісі келеді. Ол жақтан мен қолдамаймын, бірақ жастар үшін мотивация беретін, жастарға көмек беретін осындай шенеуніктер көп болғанын қалаймын. Және бұл бір жағынан дұрыс, бір жағынан бұрыс деп ойлаймын. Дұрыс па, бұрыс па сонымен? Негізінде егер әділ өзі қоғам үшін жасалған зат болса, ол әрине дұрыс. Ал егер жай ғана көзбояушылық болса, ол заттың керегі жоқ деп ойлаймын. Бірақ зияны жоқ шығар. Бірақ зияны жоқ. Бірақ халықты алдау ойын жаман. Енді Дәулет мырза, өзіңіздің ойыңызды білдіріп кетсеңіз, менің айтып отырғаным, жалпы енді бұндай экологиялық акцияларға мыңдап адамдарды жинайды, олар келеді, белгілі бір шенеунік келеді, оның яғни ағаш отырғызатын шұңқыры дейміз ғой, барлығы қазылып дайын тұрады, келеді, ағашын отырғызады, көміп кетеді, фотоға түседі, кетеді. Бұл қаншалықты дұрыс? Негізі алдымен сіздерге рахмет айтқым келіп отыр. Өйткені кәдімгідей дұрыс көзқарас. Пен қарап жатсыз осы мәселеге. Екіншіден, менің де ойым сондай. Негізі бізде жалпы мемлекеттік қызметте бір проблемалардың бірі, көп жұмыс жасалады, бірақ ол жұмысты көрсете білу бізде өте төмен деңгейде деп ойлаймын. Осындай сондықтан шараларды көрсетпесек, нені көрсетеміз та? Біздің министрге келетін болсақ, Ерлан Нұралы, ол кісі өзі орманшы мысалы. Орманшы болғандықтан қайда отырғызамыз сол ағаштарды, ол ағаштарды кім әкеледі, кім оны сосын суарады, қандай техника қолданады, бүкіл сұрақты білмегенше ол бастаманы қатыспайды ол бастаманы. Бүкіл отработка жасаған кезде онда барамыз да шығамыз. Ертең біз салған ағаш былай жай жатып өліп жатса, онда ол не? Ол да менің ойымша дұрыс, мысалы үшін барлығы талқыланған. Өйткені жаңағыдай ағаш отырғызады, оны белгілі бір уақыт өткеннен кейін ол табиғи фактор да, кейбір адамдар қараусыз қалуы мүмкін, кейбір басшылардың орнын ауысуы мүмкін. И оны бір адам іс-шараға қатысады мысалға да, и сосын бір кезең өткеннен кейін есіне түседі. Барып мен сол ағашты көрейінші, не болып жатыр екен деп. Ол әрбір адам үшін қызық та, сол үшін ол жаңа мемлекет тарапынан отырғызған, мекеме жағынан отырғызғандар қарауда болады әркез. Себебі өйткені ол белгілі уақыт өткеннен кейін кез келген адам барып қарай салады да, ол жаңағыдай ашық фактор яғни. Сол үшін сіз қарайсыз, белгілі жаңағыдай бір басшы келіп отырғызды, уақыт өтіп кетті, сіз қалада жүресіз, еркін адамсыз, барып көре саласыз. Жаңа әлеуметтік желіге сала салуыңыз мүмкін. Ол жаңағыдай үлкен андай қазір біздің Қазақстан бағана айтқанда президентіміз бар, айтты жаңағыдай да, әлеуметтік желілерде көптеген, мысалы бізде әлеуметтік желілердің орны ерекше, яғни біз қазір білеміз, көршіміз Ресей мемлекетінде де мындай көптеген әлеуметтік желілерге жабық, көрші мемлекеттерде де көптеген платформалар жабық. Ал бізде жаңағыдай қарайсыз, бізде жаңын айтады, қазір Threads деген бар, мысалы әлеуметтік желілердің бірі. Ол жерге кірсеңіз, кілең андай көбінесе қазақта, мысалы қазақтар отыратын сияқты, ол жерде көбінесе талқыланады, көбінесе жіберіледі, яғни айтқанда қарапайым мысалы үшін бытовой заттан бастап үлкен негізі резонанстарға сол жерде жазылып, сол жердің шешімін тауып отырады. Өйткені енді барлық адам сол жерге қарайды да, ол жерде тоже яғни сіз үйде отырып жаңағыдай сыртта не болып жатқанына көре аласыз да, жаңағыдай өз пікіріңізді қалдыра аласыз. Кез келген жерде сіздің пікіріңіз жақсы жазылса, ол жаңағыдай орын ерекше болады, барлық жағынан қаралым табады да, оны кез келген адам оқиды, сіздің пікіріңізге жаңағыдай ерекше бір лайктар басылуы мүмкін да, содан кейін сіздің жазған пікіріңіз жоғарыда тұрады. Оны кез келген адам қызығып кірген кезде сіздің пікіріңіз жоғары тұрса, қарайды, оны не үшін ескермеске дейді, соның барлығы. Менің ойымша солай жаңағыдай ағаш отырғызылды, оның жаңағыдай дұрыс та. Үлкен ұйымдастырушылық жаңағы жұмыс атқарылады, оны жай егу ғана емес, оны ұйымдастыру керек. Адамды шақыру керек, жаңағы техниканы қолдану керек, жаңағы отырғызатын ағаштарды әкелу керек. Оны бір жерде питомниктер бар бізде, мысалы, ол питомниктер өсіру керек. Сол секілді көптеген ұйымдастырушылық бір ұсақ түйектер бар. Ол да үлкен жұмыс негізі.
бір субботникті ұйымдастыру. Осы орайда енді келесі сұрақ туындап тұр. Жалпы осы таза Қазақстан шынымен де еліміз үшін бір экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған бір үлесі қосылып жатыр ма? Әлде бұл жыл сайынғы әдемі пиар акциясы болып сезініліп тұр ма? Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша расымен де бұл бізге әсер етіп жатыр. Себебі қарап тұрсам, өзімнен де байқай аламын. Мысалы, бұрын мен қоқысты сұрыптауға мүлде мән бермесем, қазіргі уақытта бүкіл халық осыған мән бергендіктен мен де өзімнің санам өзгеріп келе жатыр. Және бұл тек қана менде емес, көптеген жастарда орын алып жатыр. Мысалы, пластикті біз қағазға алмастырамыз, көптеген заттарды үнемдеп қолданамыз. Бұрын мысалы бұны бізге үлкендер де көп айта бермейтін болған бұрынғы уақытта, себебі ол кезде біз мәселені байқамайтын болғанбыз. Ал қазір осындай резонанс туғаннан кейін әр адам өз санасын өзгертіп, жақсы жаққа өзгеріп жатыр деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша өте дұрыс, себебі жалпы республикалық акция болған соң қазіргі әсері бар. Мысалы үшін жаңағыда қоғам белсенділері де, жаңағыда біз айтамыз, қазіргі блогерлер де көбінесе өз страницаларына жаңағыда қазіргі тенденция болса түсіріп салады, мысалы жаңағыдай тазалық сақтау, сұрыптау негіздері. Яғни менің ойымша оңтайлы шешім. Немесе мысалы үшін ол қоғамда айтылмағаннан көрі айтылғаны дұрыс та, айтылғаны кішкене көбірек пайда алып келеді. Мүмкін кішкене зиянды, минусы болуы мүмкін, бірақ беретіні көбірек болып есептелінеді деп ойлаймын менің. Енді президент Қасым-Жомарт Тоқаев экологиялық мәдениетті қалыптастыру ұлттық міндет екенін айтқан еді, және де бұндай акциялар тек қарапайым шара ғана емес, бұл сана мен ниеттің өзгерісі де деп айтып кеткен болатын. Осы тұрғыда расымен де сондай акцияларға қатысқан адамдардың санасы, ниеті өзгереді ме? Өзгереді деп ойлаймын. Өйткені жаңа Аяжан айтып кеткендей, өзі қатысып, жаңа басқа адамдар қатысып атқасын, бұл сұрақтарды көтергесін, өзінің де сана жаңағы сұрақтары пайда болып жатыр өзінің ішінде. Сол сұрақтарға жауап іздеп, жаңа өзінің сана сезімін көтеріп жатыр деп өзі де айтып жатыр. Сондықтан көтеріп жатыр. Енді ең басты сұрақ шығар, осы экологиялық акцияға шығамыз, мыңдаған тонна қоқыс жинаймыз, ол қоқыстың барлығы әрмен қарай қайда кетеді? Сұрыпталады ма? Бағана Аяжан айтып отырғандай, өзім үйімде бөтелкелерді бөлек, қағаздарды бөлек, тұрмыстық қалдықтарды бөлек сұрыптаймын деп. Енді бұл барлық қалдықтар әрмен қарай қайда кетеді? Министрлік өкілінен жауап болса. Әрбір жаңағы облыста ол в любом случае алдымен неге полигонға барады. Енді сол полигонға байланысты оның ішінде сұрыпталатын болса, осындай қондырғылар болса сұрыптайтын, ол сұрыпталып кейін қайта өңдеуге жіберіледі мысалы. Ал ондай мүмкіндік болмаса, онда жаңағы енді көметін уақытша көміледі жерге. Қазір бұл бағытта бізде үлкен қарқынды жұмыс жүргізіп жатыр. Мысалы 60-тай проект бар қазір. Оның есімде болса 22-сі уже қаржылығын тапқан проекттер қазір іске қосылып жатыр. Сұрыптау бойынша қайта өңдеу бойынша проекттер. 2 жыл болды осы таза Қазақстан экологиялық акциясы жүргізіліп келе жатқанына. Осы уақыт ішінде мен енді өз басым еліміздің бірнеше қалаларында болып көрдім. Шынымен де осы жаз кезінде, көктем кезінде адамдар кәдімгідей жиналып, осы көктемде даже біздің өзіміздің елордамызда, Астанада бүкіл мына халық шыққан секілді болды. Мына Мәңгілік ел көшесін қарап тұрсаңыздар, көше тап-таза болса да, бірақ халықтың барлығы әйтеуір қолдарына бір күрек ұстап, бір сыпыртқы ұстап, перчаткаларын киіп алып, әйтеуір бәріміз шықтық ол кезде. Шынымен де еліміздің қалалары бұндай экологиялық акциялардың арқасында таза болып қалды десек те болады. Айтыңыздаршы, енді сіздердің ойларыңызша еліміздегі ең таза топ 3 қала қандай? Статистикаға келетін болсақ, енді ең көп қоқыс жинайтын
өңірлер деп айтса болса, ол Астана қаласы. 114 мың тонна қоқыс жинаған осы жылы. Ал ең аз жинаған облыс бұл жерде Шығыс Қазақстан облысы. Енді бұл өзіңізге байланысты, енді қалай айтасыз? Жаңағы қоқыс жинасақ біз тазартамыз ба, әлде ол деген көп қоқыс жинаған жаңағы сол қоқысты тастаған деген сөз ғой. Ластаны көп қой. Сондықтан енді ол сіздің көзқарастарыңызға байланысты. Енді өзіңізде жұмыс сапарымен түрлі қалаларды, елді мекендерді аралаған шығарсыз, иә? Өзіңіздің ойыңызша, жалпы мына министрлік өкілі ретінде емес, мына қазақстандық қарапайым халық ретінде өзіңіздің ойыңыз қандай? Ең осы еліміздегі ең таза, үлгі аларлық қалалар қандай деп ойлайсыз? Астанадан бәлеге. Енді Астана, ол ең таза қала деп ойлаймын. Өзім. Бірақ Павлодарда мысалы мен болғам, Алматыда болдық, Көкшетауда болдық. Қайда бармасақ та, жалпы біздің елдің жаңағы экологиялық мәдениеті, тазалығы кішкене жақсарған секілді. Өйткені басқа шетелге барсаң да, Еуропаның өзіне барсаң да, онда да жатқан көптеген қоқыс бар. Жүретін жаңағы тротуар, жаяу жүргіншілер жолы. Шетелдерде көбінесе ондай бар проблема. Көресіз, мысалы шетелге демалуға барсаң, ан жақты көріп, өзің Қазақстанның жақсы екен деп ойлап қаласың ғой. Қаншалықты таза екенді көз жеткізесің, тіпті иіс те жоқ қой бізде, жаман иіс жоқ. Кейбір қалаларда, шетелде бар қалаларда мүлдем қоқыс болмаса да иісі келіп тұрады. Ол одан кейін мына аудандарға да қатысты шығар, мәселен Астананың мына ескі вокзалының арт жағына барсақ, ол жақта енді қоқыс жетерлік, ал орталық жағында әрине барлығы таза. Не себебі кез келген қала немесе жаңағыдай облыс орталықтарына ерекше мән беріледі. Ол жаңағыдай Астанада да, Астанамен салыстырмалы басқа қалаларда болады. Кез келген орталық жақсы, мысалы үшін окраинецтерді, шет жақтары, ол кішкене де себебі ол көп көзге түспейді, себебі жаңағыдай көп тазартатын жерлер, жаңағыдай көзге түсетін, яғни адамдар, яғни халық тығыздығына байланысты, мысалы үшін тығыз орналасқан жерлер көбінесе дұрыс тазаланады, себебі өйткені ол жерде адамдар көп, сұранысқа ие. Жаңа окраинецтер мүмкін болуы мүмкін. Енді Асылбек мырза, бағана өзіңіз де айтып өттіңіз, мына Қостанай өңірі өте таза деп есептеймін деп, менің ойымша енді жаңағыдай Астананы ескермеген деп айттыңыз ғой. Жаңағыдай менің ойымша алматыларды айтуға болады, бірақ шет жақтарларынан жаңағыдай сондай мен салыстырмалы түрде айтқан ойым енді жаңағыдай басқа қалаларда не емес. Сол үшін Алматы ерекше таза. Жаңа қазір біз айтамыз ғой, республикамызда 3 республикалық маңыздылыққа ие қалалар бар, Сол үшін Астана, Алматы, Шымкент, ол жердің қалай айтады, в любом случае тазалығы, бәрібір де тазалығы жоғары болады. Себебі ол жерде мегаполистарға арналған өзін жаңағыдай мемлекеттік жаңағыдай тазарту мекемелері болады, Сол үшін оларға республикалық деңгейде бөлінеді, барлығы. Сол үшін олардың техникалары артық, басқа қалаларға қарағанда мамандары көп, ол жерге жұмылдырылатын техникалары, адам санында, значит, ол жерлерде тазалық өте жоғары болады. Себебі ол жерде соответственно, адамдарда көп, техникаларда жақсы, олар қалай таза болмайды. Ол жерде в любом случае таза болады. Бұл жерде оценка бергенде жалпы абаттандыру деңгейі айтуға болады. Өйткені қоқыс болмаса да, мысалы, өзіңіз айтып кеттіңіз, тротуар, брусчаткалар, сол секілді инфраструктура болса, онда ол мүлдем басқаша көрінеді. Астанада бұл бағытта бюджеті үлкен болғандықтан мүмкін олардың мүмкіншілігі де көп. Абаттандыруға жақсы, ағаштардың саны да көп. Ол енді жергілікті бюджетке байланысты болып тұр. Бірақ тазалықты ғана алатын болсақ, бүкіл жерде таза деп ойлаймын.
Мгм, мгм. Мен осы қыркүйекте айтып өтейін, иә, Қызылорда өңіріне, сыр еліне жұмыс сапармен барып келген болатынмын. Сол кезде енді қала халқымен сөйлесіп, әңгімелесіп, иә, әкімдіктер қандай жұмыс атқарып жатыр екен, облыс әкімі қандай жұмыс істеп жатыр екен деген сұрақтар, сауалдар қойдым. Сол кезде енді маған жалпы өзім көзіммен көргенім, шынымен де қала өте таза. Бұрынғы 5 жылғы бұрынғы Қызылорда және қазіргі Қызылордамен салыстырған келмейді. Иә, дұрыс айтасыз, бағана инфраструктурасы жөнделген, жолдары тазартылған, барлығы түп-түзу, тегіс, әр жерде яғни урналар қойылған, оның барлығы әрине жақсы, бірақ та оказывается әкімдіктерінің идеологиялық тұрғыда өте үлкен жұмыс атқарып жатыр екен. Енді Қызылорда өңірі біз білеміз, 40 градус ыстық, иә, жазы ыстық, қысы қолайлы. Бірақ әр сенбі сайын облыс әкімі бүкіл кәдімгі комитеттерін, бүкіл управленияларын дейміз ғой, бүкіл отделдарын жинап қалаға шығарады екен. Апта сайын бүкіл қала халқы, Қызылорда халқы сенбілікке шығады екен. Мына Сырдария өзенінің жағасын тазалайды екен, қаланың шет жақтарын тазалайды екен, орталығынан бастап күнде тазалайды екен. И дәл көз алдымда бір адам өзінің бөтелкесін кәдімгі магазиннің қасына лақтырып кетті, мусоркаға салмай. И сондағы магазиндағы кассирша қыз кәдімге шығып, ана балаға ұрсып, бутылкаңды алып кет, ана жақта мусорка тұр, неге сол жаққа лақтырмайсың, біз мына жақты тазалап жинаймыз өзіміз деп сөйтіп айтқан екен. Соны мен өз көзіммен көрдім. Сонда бұл дегеніміз, яғни бұл экологиялық сананың бірте-бірте кәдімгідей қала халқының көлемінде қалыптасып, уже қала халқы болып, осы экологиялық тазалықты, өздерінің қалаларының тазалығын сақтап тұр деген сөз ғой. Иә? Вот сондай бір кейстарыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар. Ол енді әкімдіктен шығатын кейстер ғой. Біз орталық орган болғасын, бұл ақпаратты көбінесе жаңағы отчеттарында көретін ақпарат қой, былай көзбен көретіндей, біз өзіміз сенбілікке қатысқанда ғана көреміз мысалы. Ондай қаланың тұрғындарының белсенділіктері байқалады. Біз осы Астана қаласының енді орталықтардың барлығы таза екенін білеміз. Сол себепті біз жаңағыдай шет жақтарында жақсы жұмыстар атқарамыз. Сол үшін жаңағыдай шет жақтарға шыққан кезде сол жерде тұрғындардан байқалады белсенділіктер. Біздің жаңағыдай еріктілер бар, өзіміздің жаңағы Жасыл ел жобасының азаматтары сол жерде тазалық жұмыстарын атқарған кезде көбінесе жақсы қолдау табады. Жаңағыдай тұрғылықты тұрғындардан олар белсенділігін көрсетіп, сіздер ризашылығын айтып, бірге атсалысады. Ол деген яғни бір жақсы ғой, жаңағыдай. Иә, яғни айтқанда белсенділік бар тұрғындардың өзінен, үлкен белсенділік бар. Бірге шығып, немесе жаңағыдай ол қаланың былай айтқан кезде тазалықты ғана ескертпей, жаңағыдай еріктілердің өзіне ерекше мән береді. Олар айтып, үйінен мысалы үшін жаңағыдай тамақтандыруға жеңіл перекустар дейді ғой, сондайлармен өздерінің ризашылықтарын білдіріп өтетін жағдайлар болады. Одан бөлек Жасыл ел енді Таза Қазақстан акциясы аясында қазір көп жерде қолдау тапқан, жастардың өзі көп келеді бұл жерде. Яғни ол нені білдіреді, жастардың келу себебі 14 жаста бұлай ашық айтқан кезде басқа еште жұмыс, енді қазіргі жазғы маусымда айтады ғой, маусымдық жоба болған ретінде жастар келеді, 14 жастан асқан жастар, иә. Оларды басқа жерден мысалы жаңағыдай жұмысқа алмайды, сол үшін бізге Жасыл елге келеді. Ол Жасыл елге келеді, не только жұмыс істейді, сана сезімі, жаңағыдай экосана, экомәдениеттің барлығы осы біздің жобаның астында кең ауқымды қабылданады. Яғни сана сезімдер басталады сол жерде. Яғни ол көп жастар келеді, білмейді, бірақ өздерін жаңағыдай дұрыс айтылып өтіп жатыр. Осы Таза Қазақстан, Жасыл ел жобалары ол адамдарға тек қана жаңағыдай бір жер тазарту ой ғана білмей, оларға мәдениетті білдіреді, ойын таза қалыптастырады. Сол жерге жобаға келген жастармен бірге дос арттырады. И жаңағыдай алдағы уақытта сол үшін үйінде, мектепте көп шаралар жасалады, ол жердің маңыздылығы да бөлек. Бірақ жобаға келген кезде оның анықтамалы беріледі. Сол үшін мынандай кезде мындай қарастыруға болмайды. Жобада да біз жаңағыдай
мемлекеттік мекемелерде профилактикалар жүргізіледі, мысалы үшін оларға келіп айтады, мысалы үшін заңнама аясында осылай тастауға болмайды, осындай айыппұлдар төленеді. Оның барлығын білген бала ертең мысалға жаңағыдай қоғамда одан бөлек көрсетеді, Астана қаласындағы бүкіл камераларда қалай көрсетеді, жаңағы әр детальный, мысалы үшін адам қоқыс тастайды, ол біледі, мысалы отырасың, темекі, қоқыс, темечко камералардан көрсеткен кезде бүкіл жастар таң қалады. Одан бөлек мысалы үшін жаңағыдай қоқыс тастайтын газельдер бар, алыстағы көресің, түк камера жоқ сияқты, сен ешкім байқамайды. Бірақ қаладағы кейбір камералардың жаңағыдай разрешениялары бар, расширениялар көрсетеді, анық адам түрі, машина номер, бүкіл жастар абсолютно таң қалады. Олар бұлай қалай көреді біз дейді, оны жаңағыдай айтқан кезде. Сол үшін жастардың өзі жаңағыдай камералардағы видеоларды көрген кезде уже андай айтады, бір шпаргалка көрген сияқты, ол кішкене таң қалып қалады. Оны көрген адам не только өзі жасамайды, алдағы уақытта мысалы үшін өзінің достарына, туыстарына кез келгеніне айтуы мүмкін да. Бұл өте үлкен қолдау болды. Енді біз дұрыс айтасыз, қазір заң мен тәртіпті ұстанып келе жатқан мемлекеттердің қатарындамыз, мемлекет басшымыз үнемі айтып келеді, заң мен тәртіп бар жерде қоғам өзгереді, қоғам алдыға қарай жігерлендіріліп алдыға қарай жүре бастайды. Енді айтыңыздаршы, жалпы осы мемлекет басшысы тапсырып отырған экологиялық стратегия бар ғой. Сол экологиялық заңнаманы күшейту жұмыстары бойынша қандай да бір нақты шаралар іске асып жатыр ма? Мен бұрын айтып кеткем, НДТ бойынша бұл өте үлкен негізі өзгеріс. Өйткені НДТ-ні өнеркәсіпке енгізу ол өте үлкен ауқымды қаражат талап ететін жайт. Бүкіл технологияны өзгерту керексің деген сөз ғой. Сондықтан үлкен өнеркәсіпті бұған жұмылдыру ол өте үлкен қадам деп ойлаймын. Екіншіден, мысалы бүкіл экологиялық эмиссияға рұқсат алғанда өнеркәсіптер төлем төлейді бюджетке. Сол төлемдердің 100% экологиялық мәселелерге жұмсалу керек деген осындай бізде заңнамалық өзгеріс болған осы 25-30 жылдың басында. Үшіншіден, міне күні кеше, алды күні үкімет үйінде болған жиналыстың аясында барлық қалдықтарды сұрыптау бойынша, сұрыптау ғана емес, барлығы сол басқару, бүкіл процесті басқару бойынша концепция қабылданған алды күні ғана. Сол концепцияның аясында барлық біріншіден ақпаратты бізде бір оператор болады. Бұл оператор бүкіл түрлі қалдықтардың түрлерін, ол бытовой дейді, тұрмыстық қалдықтарды, промышленный өнеркәсіп қалдықтар, пищевой, медициналық қалдықтар, көптеген түрлі қалдықтар бар. Сол қалдықтарды айналу бойынша бүкіл ақпаратты өзіне қабылдап, соны ревизия жасайтын болады алдымен. Екіншіден, ол қай жерге, қай облысқа, мысалы, қайда, қандай соған байланысты, бұл ақпаратқа байланысты қандай, мысалы, не керек, сұрыптау керек па, оған қайта өңдеу керек па, ол қай жерде тұру керек, мысалы, бір облысқа мүмкін ол көп болар шығар, бір сұрыптау, қайта өңдеу өнеркәсібі. Мүмкін ол бірнеше облысқа жұмыс істеу керек. Оның барлығы сол ақпаратқа байланысты болады. Сондай үлкен басқарушылық шешімдер қабылданады бұл жерде. Бұл концепция өте зор эффект береді деп ойлаймын. Айжан, айтыңызшы, енді қоғамдағы өзім үшін емес, бәріміз үшін деген түсінік қазір жалпы мектеп табалдырығынан бастап қалыптасып келе жатыр ма? Сендерді мектепте қалай экологияға баулып жатыр, тәрбиелеп жатыр? Яғни мұғалімдер балалардың экологиялық санасын ояту үшін,
экологиялық мәдениетті қалыптастыру үшін мектеп кезінен бастап қандай да бір шаралар жүргізіліп жатыр ма? Иә, әрине, біздің мектепте мұғалімдер, оқушылар барлығымыз бірігіп сенбіліктерге шығамыз. Бұл менің ойымша тек қана жоба емес, бұл кішкентай балаларға бізге және үлгі көрсету деп ойлаймын. Және біздің мектептің ішінде, барлық жайлы мектептерде бізде қоқысты сұрыптау жәшіктері бар. Мектеп ішінде ол әр бұрышта тұрады бізде, және бастауыш бірінші сыныптың оқушысынан бастап 11-ші сыныптың оқушысына дейін осы экология мәселесін түсінеді деп ойлаймын. Және біздің география, биология мұғалімдері де осы мектеп ішіндегі жобаларды ашып жатыр. Ол жақта тек қана сөзбен ғана емес, істермен және жастарға жақын трендтермен, мемдермен оқушыларға осы экологияның маңызын түсіндіріп жатыр. Енді Асылбек мырза, өзіңіз айтып кетсеңіз, бізбен жасты қатарлас жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру бағытында қандай нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр? Я өздеріңіздің ұйымыңыз жайында айтып кетсеңіз. Иә, ол әрине айтуға болады. Жастармен жұмыс жасаған кезде жаңағы айтып өткендей, біз мектептен бастаймыз, 14 пен 35 жас аралығындағы жастарды жазғы мезгілде маусымдық жұмысқа шақырып отырамыз. Одан бөлек мемлекеттік мекемелер бар, жаңағыдай осы местный мемлекеттік мекемелердің тарапынан болады. Мысалы, саябақтарда түрлі акция сенбіліктер жасалады қазір. Мысалы үшін Жасыл ел, жас проект деген, Жасыл вайб деген, мысалы үшін жаңағыдай көптеген мемлекеттік органдардан ұсыныстар келеді. Жастарға өте жақсы жағдайлар жасалған, әр сенбіліктер жасалады. Оларға ерекше жаңағыдай қалдықтарды сұрыптау акциялары, үлкен парктерде 300-400 адамның қатысуымен белсенді шаралар өтеді елордамызда. Одан бөлек айттық. Одан бөлек айтуға болады, тағы да жаңағыдай сіз ойлаңыз, 14 жастан асқан, Астана қаласында 14 жастан асқан жастардың өзін 5200-ге жуық жастарды жазғы уақытта жұмыспен қамтамасыз етеді. Ол жаңағыдай экологиялық мәдениет, сана сезімді ғана үйретуден бөлек, яғни мотивация, мысалы үшін жаңағыдай Жасыл елге келген жастар көреді, белсенділік қатысудың арқында өздерінің жаңағыдай үстемақыларын алып отырады. Ол кез келген жастарға күшті. Одан бөлек еріктілер бар, салыстырмалы түрде еріктілер жеке өздері ғана келсе, жастарға мысалы үшін оның ақылы төленетін түрлері де бар. Бұл экологияға келетін, осы жаңағыдай таза Қазақстан аясында келетін жастарға төленудің өзі ол өте үлкен ерекше. Мысалы үшін сіздің жасап жатқан жұмысыңыз табиғатқа, қоршаған ортаға пайда келтіре отырып, сізге сол үшін ақы төленсе, ол не үшін пайдалы әсер келтірмеу керек. Кәдімгі жұмыс қой ол, сенің мына Қазақстанның патриоты ретіндегі мына гражданская позиция дейді ғой. Сол гражданский позицияны орындайсың, азаматтық борышыңды орындайсың, және саған ол еще ақша төлейді. Жақсы емес па, күшті ғой. Енді әрине, мысалы үшін 14 жастан асқан адамдар. Балдарға, мысалы үшін 16 жасқа дейін көп мекемелерде жұмысқа алмайды. Çünkü бізге өте сұраныстар көп, жылдан жылға олардың жастардың өзінен емес, ата-аналардан да сұраныстар келеді. Мысалы үшін қазіргі жастарды мысалы үшін үйде отырады, жас елге қатыссын, мысалы үшін кейбір ата-аналар келеді, бізге несі керек, үстемақысы керек емес, балаларымыз көрсін, қалай оңай емес шаруа ғой. Жаңағыда олардың кез келген жастарды біз 4 сағаттан артық емес жұмыстарға баулаймыз да. Бір қала парктерінде экологиялық акцияларға шығады, ағаш отырғызу, бір көшенің бойында тазалау жұмыстары, жаңағыдай тазалық органдармен бірігіп жасайтын жұмыстар болады. Оның барлығы жастар үшін өте пайдалы. Олардың немесе мысалы үшін көрудегі мақсаты қоршаған ортада мысалы үшін тек мектеп, үй, жаңағыдай бір ТРЦ деп атады, солардың артындағы байланыс емес, одан бөлек қалада жасалып жатқан жұмыстарды өз көзімен көру, ол әрбір жастарға өте үлкен пайда. Біз бәріміз өз үйімізді кәдімгі ұқыпты ұстаймыз, күнде апта сайын үйімізді жинаймыз, робот-пылесос сатып аламыз, кей кезде ақшамыз жетсе, немесе клининг шақырамыз, үйіміз кәдімгідей ластанып кетсе, бір ұсқынсыз, ол үйде тұрғың келмей, сондай бір кейіп болады ғой. Сол секілді біз енді айтатын ойым, үйімізді кәдімгі қоқыс жәшігіне айналдырмаймыз ғой. Бірақ кей азаматтар бар, әлі күнге дейін қоғамдық жерлерге шығып, өзінің темекісін, бөтелкесін не қоқыс жәшігіне лақтырайын деп жатқан мусорын алады да, далаға тастап кетеді.
көшеге тастап кетеді, иә. Вот сондай адамдарға қатысты біз қандай шара қолдану керекпіз деп ойлайсыздар? Бұндай адамдардың санасын қалай өзгертеміз, қалай өзгертуге болады? Қоғам белсенді болу керек. Жаңа сіз айттыңыз ғой, белгілі сіз жаңа бір жерге барған кезде сол жердегі адамдардың өзі ескертіп айтуы, ода пайда келеді. Айтайын дегенім, белгілі бір заңға сүйеніп қана қалмай, оны жаңағыдай қоқыс тастайды екен, оған айыппұл салу керек деп күрес, ол да дұрыс, бірақ жанама түрлерінде қарастырған өте орынды. Мысалы үшін қоғам белсенді болып сіз айтсаңыз, оның алдағы уақытта позициясы өзгереді. Мысалы үшін жаңағыдай, мысалы үшін екеуміз айтсақ, иә, ол өзі шығатын кезде, қоқыс тастайтын кезде, мен мысалы жаңағыдай серіп көріп қалмас па екен, тастай салайын деп, сондай ойлар қалыптасады. Айыппұл болса, бұл бүкіл проблеманы шешпейді ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Бізде бар, мысалы, айыппұл, жаңағы темекіні тастасаң, Айыппұл салады, мысалы. Қомақты қаржы болды. Бірақ сонда да тастап отыр ғой бүкіл. Сондықтан ол сана сезіміне тию керек біз. Вот сол сана сезімге қалай тиеміз? Біз барлығымыз белсенді болу керекпіз ғой. Иә. Сонда ғана сана өзгереді, иә. Ол адам ертең барып сол тастаған қоқысты жинап жатса, мысалы, өзі, ол ертең тастамайды оны. Мен сондай ойдамын. Сондықтан қаншалықты біз көп адам жаңағы біздің акцияларымызға жұмылдырсақ, соншалықты сана сезімдері өседі деп ойлаймын. Өзі жаңағы жылына 2 рет болып шықса да, өзі тастаған қоқысын жинаса да, ертең ол тастамайды. Екінші, ол жаңағы үлкен адам болса, мысалы, балалар болса, қазір балалар өте сондай сана сезімдері біздің кейбір адамдардан жоғары болып тұр да. Ол жаңағы, мысалы, енді мақтанғым келмейді, бірақ мен өз 6 жастағы қызым, біз көшеде жүргенде қоқысты көріп жатса, мен қандай жаман адамдар, неге мынаны лақтырады деп өзі айтады да, оның сосын жинап отырамыз бәріміз жүргенде. Неге жазда Бурабайға барып келдік, мысалы. Онда да орман ішінде жүріп отқанда сынған бір бөтелкелердің қалдықтарын көрдік. Соны жинап жүрміз, мысалы. Сонда енді менің балам мені соған үйретіп отыр да, жұмылдырып отыр. Енді сол мектептегі оқып жатқан балалар қазір оларға әсер етсек, олар өздерінің ата-анасына әсер етеді деп ойлаймын. Енді дұрыс айтасыз. Аяжан да бағана өзі айтып кеткендей, иә, мектептен бастап балаларды мына экологиялық мәдениетке үйретіп келе жатыр. Яғни қоқысты сұрыптаудан бастап түрлі экологиялық акциялар, шаралар, сабақтар өткізіледі, иә. Енді Аяжан, өзіңіз пікір білдірсеңіз, иә, кей адамдар бар, өйстіп қоғамдық жерлерде үй алмай, қызармай, көлдің жағасында болсын, далада болсын, қоқыстарын алады да тастап жүре береді. Ондай адамдарға өзіңіздің пікіріңіз қандай? Ондай адамдардың санасын біз қалай өзгерте аламыз? Бұндай жағдай бұрыннан да келе жатыр, қазір де бар. Қаншама жоба жасалып жатса да, оның шешімдері тек қана адамдардың санасын өзгерту. Және оған біз көмек беру керекпіз. Қаншалықты қатаң болса да, мемлекет атынан әкімшілік жазалар түрлері бар. Мысалы, ол үстеме жұмыстар бар, қоғамдық жұмыстар, және ең қатал түрі, мысалы, айыппұл немесе әкімшілік қамау десек те болады. Ең алдымен біз ескерту жасап, осындай құқық бұзушылық жасап жатқан адамдарға біз осы мусор қандай қоқыс лақтырды, соны өзіне жинату керек. Сонда адам басқаның еңбегін бағаламаса да, ол өзінің еңбегін бағалайды. Мысалы, үйді қанша жинап адам оны бытшын шығарып тастамайды ғой бір күнде. Өз еңбегін адам әрқашанда жоғары бағалайды. Сол себепті осындай адамдарға қоғамдық жұмыстарды жасатып көрсету керек. Дұрыс айтасыз. Енді мен де өз ойымды білдіріп кетейін. Жалпы осы қоғамдық жерлерде қоқыс тастаған адамдарға осындай шара қолданса бір күшті сабақ болатын шығар деп өз басым ойлаймын. Сол тастаған қоқысын жинап алып, иә, өзінің үйіне не машинасына апарып тастау керек. Иә? Вот сонда адамның санасына жетеді деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Нақты сондай шара қолданылса, бұл адамның санасын өзгертуші ме еді? Мемлекет тарапынан емес, жалпы мына халық белсенділер тарапынан сондай. Болады, өйткені мысалы үшін қосымша тағы бірдеңе айтуға болады да. Қоғамдық жұмыс дедіңіз, біз жаңағыдай
өткен жылдары көрдік иә, белгілі бір жаңағыдай елге танымалы әншілер болады, солардың қоғамдық жұмыс жасап жатқандарын көрдік иә. Вот оның өзі оңтайлы әсер, кез келген адам ойлайды мына әнші, мына жағдайы бар, ол жасайды жүре береді. Бірақ көрдік біз қоғамда сондай қоғамдық жұмыстарға адамдардың шығарылатын, яғни біз жаңағы шетел фильмдерде көреміз ғой, сізге мысалы үшін жаңағыдай айтылады 48 сағат қоғамдық жұмыс, яғни айтылады 48 сағат қоғамдық жұмыс дегеніміз күніне 6 сағат берген өзіне де 8 күн есептеледі, 48 сағат 2 күн, бірақ оны қоғамдық жұмысқа арнаған кезде 6 күн болып шығады да. Көрдік, сол сияқты жасап жатқан жұмысыңызға мән беру керек. Мысалы үшін мен өзім де таңғалып қалдым сол кездерде, мысалы белгілі әншілер жасаған кезде қоғамдық жұмысты тазарту, бұл әсер етіп жатқан, жасалып жатқан жұмыстардың еңбегінің жемісі деуге де болады. Тамаша. Осымен енді менің сұрақтарым тәмамдалды. Құрметті қонақтар, өйстіп подкастымызға келіп, ой бөлісіп, жылы сөздеріңізбен бөлісіп, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіп, келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Әрбіреулеріңіздің жұмыстарыңызға тек қана табыс пен сәттілік тілегім келіп отыр. Елім дейтін, жерім дейтін сіздер сияқты азаматтар көп болсын. Сіздермен бірге болған Жас Вайб жобасы және де мен Ержан. Каналымызға жазылып, пікір қалдырып, лайк баса жүріңіздер. Келесі кездескенше.